Бәріне салам, бұл жерде мен Сузару, мен бүгін сіздерге бір магазиннен алынған чектен қалай 3 рет кешбек алуға болатынын көрсетемін. Ал сіздер осы каналға жазылып, жанындағы лайкты басып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Бірінші жолы Каспи QR арқылы кез келген магазинге азық-түлік алуға барғанда, сіз Каспи QR арқылы төлесеңіз болады. Және де сіз Каспи QR арқылы төлегенде сізге Каспи банк азық-түлік алған ақшаңыздың 3%-ын сізге кешбек ретінде қайтарып береді. Мысалы, 1000 теңгеге зат алатын болсаңыз, 3%-ын сізге Каспи банк қайтарып береді, бонусыңызға түседі. Екінші бізде VIP One деген жаңадан шыққан программа, Play Market'тен тартып ала аласыздар. Және бұл жерде жай ғана магазиннен алған чегіңіздің QR кодын түсіресіз. Сканерлейсіз. Шығады, ол айналатыннан сіз 0%-дан 20%-ға дейін ақшаңыз қайтарып ала аласыз. Мысалы, 1000 теңгеге зат алатын болсаңыз, сіз 20% кешбек болатын болса, сізге 200 теңге түседі. Ал 0% болатын болса, ештеңе алмайды, екінші рет айландырсаңыздар болады. Әр чегіңізді осылай түсіріп кешбек алуға болады. Ал енді үшінші Досмарт деген программа. Бұл программаны да сіздер Play Market'тен тартып ала аласыздар. Бұл жерде 1% кешбек береді. Мысалы, қараңыздар. Получить кешбек деген басасыз, фото чека деп тұр. Чектің суретін түсіріп саласыз. Сосын дата покупки, время покупки и фиксальный признак, код ККМ. Бұлардың бәрі чекте жазылып тұрады. Сосын итоговый сумма басасыз. И бұл жерде сіз 3 жерге жібере аласыз. Мысалы, баланс телефона, өзіңіздің телефоныңызға баланс ретінде лақтыра аласыз. И Каспи кошелегіңізге лақтыра аласыз. Каспи бонусқа түседі. И және де айтупайға лақтыра аласыз. Бұл жерде сіз айтупайға лақтырғанның сізге выгодасы ең бірінші клиентке 200 теңге бонус береді, айтупайға лақтырсаңыз есілге. Қараңыздар, көрсетейін. Мен айтупай қайда мені. Мен айтупай кошелегімді аштым мені. Ең бірінші чегіме Досмарттан плюс 200 теңге, және де 11 де 47 теңге. Мен 1147 теңгеге 1100 теңгеге зат алғам. 200 теңге бонус берген, ең бірінші болған себепті. Ал сіздер де дәл қазір ең бірінші чегіңізді осылай жіберіп айтупай ашатын болсаңыз, сізге автоматты түрде 200 теңге береді бірінші чегіңізге. Ал одан кейінгі чектерге, әр түсірген чегіңізге 1% кешбек беріп отырады. Барлығы осы. Бәріңізге сәттілік, және де болашақта қолданады деген үміттемін. Себебі өздеріңіз ойланып қараңыздар, сіздер күніне 500-600 теңге продуктыға кетеді. Дәл сол продуктыны Фирканнан или Громадтан чек беретін кез келген магазиннен алып, Каспи QR-мен төлеп, VIP One мен Досмартқа салатын болсаңыздар, сіздер хотя бы 15%-ын қайтарып аласыздар. Мысалы, 1000 теңгеге товар аласыз, 150 теңге сізге қайтадан бонус ретінде қайтарып аласыз. Сау болыңыздар.